достар, сіздермен мен Жібек, сіздер Жібектің каналындасыңдар. Бүгін бізде видео шығатын болады. Студент қыздың 3-ші бөлімі. Ол 2 бөлімге шейін барған. Ошол мен 3 бөлімге шейін шығарам деп шештім. 3 бөлім емес, бір 5-6 бөлімге шейін барады. Сол үшін десіз көріп үлгеріңдер. Достар, апақ мектептегі махаббатты сендер қатты жақсы көріп қапсыңдар. Аслан Жібек жақсы көре ма дегенде. Короче, ол мектептегі махаббат деп қана мен сабақ күндері шығаратын боламын. Достар, апақшысыңдар білесіңдер ме, мен жұмысқа тұрғанымды, бірақ мен жұмысқа тұрсам да мектептен уже шықтым. Бұяқта мен 2 жыл оқып жүргендіктен, уже менің оқуым біткеннен кейін бізді уже жұмысқа шығарды. Достар, білесіңдер ме, мен жұмыс таптым. Қандай жұмыс деп сұрамай-ақ қойыңдар, өтірік айтамын, жұмыс тапқан жоқпын, енді жұмыс іздейтін боламыз. Блин, дәрігер қолымнан келмейді, потому что мен стоматолог вообще болғым келмейді. Қай жақтан барсам екен? Мектептен әрең дегенде шықтым ғой. Ұнамайды маған вообще мектеп дегенше. Десеңе өтірік айтамын, конечно барасың енді. Қазір ғана 3-ші жылды, бүгін бізде соңғы күн болғандықтан, апай бүгін бізді ерте жібереді сабақтан. Кеттік кірейік онда. Саламатсыз, апай, кірсем бола ма? Отырыңдар. Бүкіл жиналдар ма, балалар? Апай, жиналдық қой. Балалар, сендер уже жақын арада мектеп бітіресіңдер. Бүгін бізде соңғы күн болғандықтан сендерді бүгін ерте жіберем. Неге, апай? Себеп бүгін бізде соңғы күн, енді сендер бұл оқуды бітірдіңдер, алдында вечеринка жасадық. Сол үшін сендер бүгін жұмыстарыңа, анау-мыналарыңа тұрсаңдар болады. Мен сендерге оған жауап бермеймін. Сол үшін өздерің қалаған жұмыстарыңа тұрып, сияқты жұмыс істеп жүресіңдер ғой, жарайды ма? Жарайды, апай, сонда біз қайта берейік па? Қайтыңдар. Рахмет. Ура, достар, наконец-то біз қайтып баратырық. Досымбыз, апақштай. Өздерің білесің, заттарымды қазір жинап алайын, достар. Мен яқтағы білейін, кішкентай сумкаға сыймайды ғой менде. Онда сумка алып алайын, достар. Так, мне соңғысын салдым, соңғы кітабымды. Онда мен кеттім, жұмысқа барамын. Давайте, сау болыңдар, қыздар. Енді қайқа жұмыста тұрсам екен, мен вообще дәрігер бола алмаймын. Садик вообще боламын, потому что садик бізге жасымызға келмейді. Мен жасым не бар, енді 20-ға толып атқандықтан, сол үшін садикке болмайды маған. Мына жақта не жазылып тұр? Жұмысқа адам керек дейді. Онда мына жаққа тұрамын мен. Адам тұрып қоймағанына шүкір әйтеуір. Саламатсыз ба, бұяқта адам керек депсіздер. Мен кірсем болады ма? Как раз сіз келіңізші. Потому что сізші сабақ бітіргенсіз бе? Сабақты бүгін ғана бітіріп едім, соған жұмысқа тұрайын деген. Болды. Кешкі алып осы жақтан 5-те шығасыз. 5-те дегенде білмеймін қаншада шығатыныңызды. Бұяқта сіздерге келін түсіндіріп кетейін. Түсіндіңіз ғой, түсіндім. Туған күн анау-мынау істей ма? Ағам бопты. Бүгін апақша кешке жақын бізде сол бағана туған күнге адамдар бұрын жасап қойған. Сол бұрынға дайындал, жарайды ма? Жарайды. Достар, мен ақ безіндіремін дегенше, сендер сіз 5-ке шейін паузаға қойып, лайк басып тіркеліңдер. Әппесе, достар, мен апақ 100 подписчикке жеткізіп саңдаршы, менде әлі 700 подписчик болды. Не болды 700 подписчик деген, Давайте 100 подписчикке жеткізіп тастайық. Мен яқты безіндіріп тастаймын. Кеттік, паузаға қойыңдар. Короче, достар, мен біттім да, осылайна жақсылап безіндірдім. Қазір қаншада шығайын? 6-ларда шыға бер. Уж келатыр, тез дәндей бер. Блин, салюттар қайда? Тез, астында болу керек салюттар. Бірші. Жай қойшы. Қотық қыршы басы аратын. Мороженое әкеп бермеймін болды. Так, келатыр ма? Рахмет, қыздар. Несіне өте болыңдар? Кіріңіздер. Рахмет. Мен бар бұнда сыртқа бара тұрайын, Жақсы болды, рахмет. Осында менде қашан туған күнім болады екен? Блин, туған күнім 2 ай қапты. Бірақ мен туған күнім өтіп кеткен. Бұрында өтіп кетті ғой, мен туған күнім десең өтіргедім. Достар, менің осыдан кейін 3-4 күннен кейін мен туған күнім. Бірақ достар, шын өмірде мен 2 күннен кейін туған күнім емес. Бірақ бір қайымда өтір туған күн деп ойлай беріңдер. Бір қайымда өзім туған күн деп ойлай беріңдер. Осы яқты жасатам менде. Саламатсыздар ма? Енді отыра қойыңыз, сіз үшін бәрін жасадық. Достар, ютуб яқтың айлығы қанша десеңдер жақсы. Ровно айлығы 150 мыңда ше. Егер жақсы не істесең, онда қасына 20 мың қосып 200 мың қап береді екен.
как раз квартира ақшасын төлеймін. Квартира ана жылу, анау мынау, квартира емес, енді өзіміз сондай бір бөлмеде тұрамыз ғой. Үйде жартысын ата-анам берем деген. Сосын қалған ақшасына өзіме зат аламын. Сумка, пумка, не жұмыстың айлығына бүкіл заттарымды істетейін деп аттым ғой. Үйті ол тегін еді, ана жылу, пылу дегендер ақшасын төлесем болды. По-любому 50 мың теңге кетіп, 150 мың өзімде қалып, басқа үйге көшу үшін ақша жинаймын дегенде ғой, типа, сондай ғой. Бітті. Сау болыңыздар. Менде наконец-то ол сияқты өткізген туған күнді жақсы қоям. Мен кете берейін. Ахам, кете беріңіз. Рахмет. Осы көбісі жұмысқа тұрмайды екен, досы тамағыма мән бермеңдер, потому что мен тамағым кішкене ауырып тұр. Мен барып онда қатырып, сәл-пәл қатырып, анау-мынау істеп, қайтпаймын ба, я. Ақыры жұмыстан шықтым. Енді 2-3 күннен кейін Брукхейвенде менің туған күнім болады. Бірақ достар, шын туған күнім емес. Шын туған күні вообще басқа неде. Сол үшін ақпан 28-гі ғой вообще менде ше. Короче, достар, так. Блин, барып сағанап бір бөле қайту керек еді, құдайым-ай. Достар, бағана сөзге мән бермедіңдер ғой. Так. Қыдырып қайта. Ойбай, қой. Мә, күшті болып жатыр. Ну ладно, барып мен де үйге қайтатын уақытым болып қапты ғой. Достар, Аппақшаны Аслан жақсы көретін сияқты жібекті шынымен. Давайте, достар, мен оны тек қана сабақ күндері саламын. Сол үшін тіркеліңдер. Ал оған жем болам дегенше, мені Аслан түсірші дейтіндер 90 подписчикке, жоқ, Аслан түсірші мектептегі махаббат дейтіндер, онда 100 подписчикке жеткізіп тастаңдар. Так, үйіме бүйтіп ақ бара салайыншы. Так, жетіге тоқтай саламыз. Міне мен үйім. Кеттім мен. Біттім ау. Наугым, қабақ деп өп келген. Кет құры. Айуан десе. Ішім басып кетті ғой. Ал достар, осымен менің видеом бітті. Келесісінде бұл бізде өздерің көргендей студент қыз деген серия. Сол үшін келесі частын күтетін болсаңыздар, осы видеоға тағы да 5-6 дегенде лайктар жинап тастаңдар, ә? Всем бай-бай. Тіркелуді ұмытпа. Тіркелсең видео көп шығарам. Всем бай-бай.